Бүгін гимназиямызда «Адал азамат, Абай мұрасы, рухани кемел ұрпақ тәрбиесі» атты конференция өтуде. Жалпы бұл конференцияның негізгі мақсаты Абай мұрасы арқылы жас ұрпақты адамгершілік, рухани құндылықтарын дамыту, адал азамат қалыптастыру және ата-ана мен мектеп оқушы арасындағы тәрбиелік байланысты нығайту. Білім мен тәрбиені, ұрпақ пен ұстанымды тоғыстырған осы гимназиямыздың 30 жылдық мерейтойы аясында бас қосып отырмыз. Бұл бір мектептің ғана емес, тұтас бір ұрпақтың қалыптасу жолына куә болған тарихи белес. Гимназиямыздың басты миссиясы бұл білімді ғана емес, адал, парасатты, елін сүйген азамат қалыптастыру. Гимназиямыздың 30 жылдық тарихында талай шәкірт түлеп ұшты, талай ұстаз өз ізін қалдырды және үздіксіз бұл адал еңбектің, үздіксіз ізденістің, ұжымдық бірліктің жемісі. Абай ілімін сусындаған, ұлттық құндылықты бойына сіңірген жас ұрпақ еліміздің ең үлкен байлығы. Есімім Жомарт Жақсылықұлы, диханмын. Бүгін мынау Қызылжар қаласындағы Сафуан Шаймерденов атындағы классикалық гимназияның 30 жылдық мерейтойы болып жатыр. Соған арнап ғылыми танымдық конференция өтті. Абай атамыз туралы өте жоғары деңгейде өтті. Абай мұраларын насихаттап, өскелең ұрпаққа осы ұстаздар қауымы жиналып, үлкен пікірталас болды. Осы үрдісті жалғастырып, мектептен шәкірттері жоғарғы оқу орындарында орындар алып жатқанын айтып жатыр. Жалпы енді баршамызды осы мерейтоймен құттықтаймын. Рахмет.